시작될 수 있는 것도 жақсы және басқа 13 демейді. Ана тақтада бұл. Ondan böyle sosyal onun kitabı var. Onun kitabları da olur. Güzel paket var bize de. Белгілі түсіну бойынша мынандай 30 градус қойып жаздық та үстінде дене жатыр да дене жіпке байланған сөйтіп мына жерге блок байланған осы блоктар маған төрт келер жүргізу керек ма жақсы енді жаңағы Ньютон екінші сағат бойынша күштерді кәдімгі көлемде жобалаған кезде күштерді бәрі несінде ғой енді мына жерде біздерге енді онда әрқайсысына онда түсіретін күштерді жобалау керек мысалы айтайық ауа күші бірақ мына жіпті тарту күші теория бойынша жақсы деп қазір маған одан басқа білесің енді реакция күші сонымен бірге оны жоғары қарап қозғалып баратқан болса мына жерде плюс күш Ньютон екінші заңы онда бәрі Ньютон екінші заңы бойынша жазатын болсам маған бір денеге неше күш әрекет етіп жатыр бір екі үш төрт күш әрекет етіп жатыр ма төрт күші екінші сол не Трифон reaction, normal reaction. Плюс күші. Сонымен бірге ауа күші. Жақсы енді бәрін реакцияларды кәдімгі жазатын болса талшықтары бойынша. Бойынша OX жақсы бұнда ең AX бойынша OX-қа действие бойынша жақсы біздерде бұны тартушы күш X-тің бағытымен бағыттас